Не себептен еркек адамдар жауапкершілікті ала алмай жүр да. Өйткені, во-первых, оның миындағы установкасы да егер біз специалист ретінде сөйлейтін болсақ, как психолог ретінде, адамның миында өмірге деген, әлемге деген, ақшаға деген, басқа деген заттарға бір установка деген бар. Яғни, очки бар ғой, мысалы, очки, қайда очки? Очки киесің, мысалы, очки киесің, мысалы. Мысалы, мына установка деп ойлайықшы, біз жерімен қарайтын болсақ, менде қара да цвет. Мен кием, все, менің әлем бәрі қап-қара. Мен розовыйды тағам, мен бәрі розовый сияқты да. И сол сияқты біз өзіміз түп санамен жұмыс жасайтын болсақ, біздің ақшаға деген, қарым-қатынасқа деген, өмірге деген, әлемге деген бәрі өзгеруші еді да. И көп жігіттер өкінішке орай, айттым ғой басыма, даже өзінің миыңмен, убеждениемен жұмыс жасау үшін да, сенімен байытқан кезде миымен де жұмыс жасау керек те, жауапкершілік алу керек ше. Қалай сол жауапкершілік қалай өзгереді, егер бізді адамға санамаса, анау деп бәрін жаңағыдай эгомен басып тастаған ғой, өзі ғана красавчик, бірақ табатыны там 150 мың теңге через один жұмыс жасайды, әйелін сол үшін 150 мың теңге жаратқан үшін кінәлі сезіндіреді, балалар шағасын ұрады, соғады, өйткені еркек іштей өзін нереализованный сезінеді да.